Сөзге кедей балғабас құрылысшының екінші күнделігі. Ұштасы бен жанардан жақұт құлап, жұбатты кеп ақ жеңге уақыт бірақ. Қағынғанда маржан дала шығын. Бұл жол қысқа болады, бұл жол қызықсыз болады. Айтпақшы, өткен жолы алған ағаш жайлы. Мен қанша ағаш алғандығымды және қаншаға алғанымды айтқан жоқпын ғой. Бірақ шынымды айтсам, мен әрқайсының нақты бағасын есімде жоқ, жазбаппын. Сонымен 50-ге 150, 6 метрден 10 дана, 50-ге 100, 38 дана, ОСБ 6-дан 28 дана, ОСБ 9-дан 10 дана. Сонымен барлығы қосқанда 229 мың теңге болып шықты. Жексенбі мен досым Олжас келді. Соны күтіп әлі отырмын. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлам. Кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын. Уағалейкум ассалам, Мако ғой. Екеуміз бір қызықты факт айтайын. Мына жаңадан адам келді ғой, жаңа көзқараспен. Мына жерде мынадан мынаған дейін шамамен 2 метрдей соларды кесіп қою керек болады. Жаңадан адам келді, 6 метрлік тақталар тұзына тастай салмайсың ба деген идея жетті. Түк бітірген жоқпыз. Леруа Мерлинге келдік. Қарадым маған керекті дүниелерді. Шатырға арналған қалтыр бір шама қымбат сияқты. Ертең таңертең базардан көрем. Дүйсенбі. Мына жақта бір кісілер Қаскелеңнің орталық базарында жоқ деді. Барыс базарында бар деді. Сол жақтан барып көремін. Базарға бардым. Дүйсенбі, базар істемейді. Енді сондай адамбыз енді. Мынандай қалтыр алып отырмын. 7,5 мың теңгеден 6 метр 4 дана алам. Біреуін қиям. Міне қалтыр, мынаны 2 метрден 3 қылып қиып берді. Мынау тасмақта жету керек, көреміз. Тасмақта мен қалтырға жалпы суммасы 27 мың теңгедей болды, плюс 4 мың теңге жеткізу. Мынау сол жақ қабырғасының рамасы. 89 миллиметрлік шуруптар. Мен олармен мынандай бұрыштарды бекітем. Себебі міне, мынау 100 миллиметрлік шуруп, бұл мынау үшін тым ұзын болып кетеді. Сияқты да. Мынау тек қана ағаштың шеті болғандықтан ол айырып жіберу мүмкін. Себебі терең кіреді ғой. Бұл бұрғы сияқты кесіп кірмейді. Ол итеріп жан-жағына ағаштың нелерін, құрылымын жан-жаққа итеріп кіретіндіктен ол жағынан өте абай болу керек. Жаңағыдан әлдеқайда қысқарақ. Ал енді мына бұрыштарға мына бір 100 миллиметрлікті қадағу от, себебі мына ағаштың ортасы айырылу ықтималдығы аз. Бұған салмақ түспейді, бұл тек шуруптарға ғана салмақ түспейді. Мына жерлерде шуруптар менше көп болған дұрыс. Бұл үйкеліске жұмыс жасайтын бұрыш. Ал мынау міне салмақ бұған түп түседі. Сол жақ қабырғаның рамасы дайын. Мына тас қараңғы дым көрінбейді, бірақ мен негізгі тақтайдың ортасына осындай көлденеңнен тақтайлар қойдым да, мына ОСБ тіреліп тұру үшін. Осымен бүгінгі жұмыс бітті. Мына динозаврлар жайылудың орнына маған тесіліп қарап тұр.
единасты тақталарын осындай шахмат тәрізді қылдырып орналастыру жобадан тыс жобаны өзгертіп отыр. Кішкене тиімдірек сияқты болып көрінді маған. Себебі егер мен шақпақ қылдырып қоятын болсам, егер жаңағы тіке құрылыммен, онда маған мынандай бұрыштармен бекітуге тура келетін болады. Ал ол өз кезегінде мысалы былай мынаның тура артында тағы біреу болатын болса, екеу төрт жақтан 4 бұрыш керек болатын болады да, әр бұрыштан 3 шуруптан қадайтын болсам, мен тура осы тұста ағаштың құрылымы өте әлсіз болады да, егер мынаған сәл салмақ түсе қалса, бырт етіп сынып қалатын болады. Шуруптардың саны меніңше аз болған сайын мынаның қасиеттері көбірек сақталады. Сондықтан осындай шешім жасалды. Мынандай орама мынаншалық жайылады екен. Құрылыс барысында үшінші буманың қажеті болмай қалды. Өстіп 2 рулон, 2 орама да жетті, үшіншісін ашудың қажеті болған жоқ. Қазір мына ағаштардан саты жасайым. Саты жасайым да мынаның шатырына көтеріліп, ана жоғар жақтағы шуруптарды отырғызғанға қолданамын. Осы апта тек сол еден мен қабырғаларды қою мен кетті. Содан кейін қалатыны ішкі жұмыстар, сыртқы қабырғаны қаптау ОСБ мен, тас мақтаны, соның ішінен тағы да ОСБ, мүмкін гипсокартон, оны бөлек сатып алу керек болады. Содан кейін көп ұсақ тек қызықты нәрселер бар. Терезені орнатуға бөлек, біраз уақыт кетеді. Канализация, содан кейін суды жалғау. Әзірге осындай біраз жұмыстар бар. Егер қызық болса, арнаға жазылып жаңалықтар күтіңіздер. Әлі жұмыс істейтін көп. Біртіндеп істеп, осылай сіздерге көрсетіп отырамын. Назарларыңызға рахмет.